Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен өте жеңіл әрі оңай салаттың рецептімен бөлісемін. Кешкі тағамға, қою тағамдарға қосып жесеңіздер өте керемет. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бұл салат әрі жеңіл, жасалу жолы да өте оңай. Менімен бірге жасап көрулеріңізге болады. Алдымен осындай капустамызды аламыз. Яғни мен тек пекинский капустаны алдым. Кәдімгі капустаны алуға да болады. Оның енді разницасы жоқ деп ойлаймын, айырмашысы. Осы капустаны ағылап, жуып, тазалап алдым арасын барлығының. Яғни көкөнісіміздің бәрін тазалап, жуып аламыз. Осы капустамызды енді 4 бүршіктелеп турай бастаймыз. Енді мен қатты капустаның қатты нелерін алып тастадым. Жеңілдеулерін қана алып қалдым да, қатты жерлерін алып тастадым. Осы капустамызды 4 бүршіктелеп турай бастаймыз. Өте майда қылмаймыз. 4 бүршікті қылып турап алдым. Өздеріңіз видеода көрініп тұрғандай осындай қылып турап аласыздар капустамызды. Капустаның енді өздеріңіз қарайсыздар, түріне қарай. Мен пекинский осы капустаны жеңіл көрдім. Осыдан жасағанда оңайырақ көрдім да. Кәдімгі капустаны да пайдалануға болады. Одан да жасаңыздар болады. Ол үшін олардың арасын ашасыздар капустаның. Міндетті түрде ол капустаның арасын ашу керек. Бұл пекинский капустаның бір жақсы жері. Бұның арасын ашпайсыздар. Өзі дайын, тураған кезде прямо өзі араларының бәрі ашылып кетеді. Мен көгін турадым, жаңа ақ капуста басын турап едім, ағын, енді міне көгін турап жатырмын. Осы бұл капустаны аламыз да ыдысымызға саламыз. Бәрін жинап алдым. Көріп тұрғаныңыздарыңдай 4 бүршіктелеп турап алдым капустам. Енді қияр аламыз. Мен 2 түйір қияр алдым. Қиярымызды жуып, тазалап, барлық көкөнісімізді жуып тазалап аламыз. Содан кейін осылай 4 бөлдім да, ұзын қылып. Майдалаған жоқпын. Бір қиярымды 3 бөлікке бөлдім де, ол бөліктерін осылай түріштіліп, ұзын қылып, әдемі қылып бөлдім. Видеодағыдай, осылай видеодағыдай істеп алсаңыздар, яғни турасаңыздар, салатқа салғанда өте әдемі болып көрінеді. 3-ке бөлдім, бөлгеннен кейін тағы да 3-ке бөлдім де, оны да 3-ке бөліп тастадым. Сол кезде әдемі, салатқа өте әдемі болып көрінеді. Яғни майда болып кетпейді ішінде. Сол үшін осылай салатты қиярларымызды осылай турап аламыз. Осыларды енді қиярымызды капустаға саламыз. Яғни бұлар өздерінің сөлін, яғни суын бөлу керек. Қияр мен капуста араласып, өзінің сөлін бөле бастайды, су шыға бастайды өздерінің. Бұны алып қойдым да, енді помидорды турадым. Мен бұған тек қана 1 түйір помидорды турадым. Видеода көрсеткендей қылып турап аласыздар. Бұны да аса қатты майдалаған жоқпын. Ірілеу қылдым, яғни ортасын алып тастауға болады. Суланып, көп су шығып кетеді десеңіздер, помидордың ортасын алып тастауға болады. Осындай қылып, ұзын қылып турайсыздар. Сосын іштіндегісі суын алып тастап, ұзын қылып турауға болады. Ағынды алып тастадым мен, ортасында алып тастадым. Сосын ұзын қылып салдым да, турап шықтым. Помидорымызды өткені суы көп болып кетеді деп ойлаймын, әрі жұмсақ. Жеген кезде онша болмайды, помидордың ортасындағы жұмсағы. Сол үшін ішіндегі жұмсағын алып тастадым. Бұны да біздің жаңағы капустамыз бен қиярымызға араластырып қойдым. Бұларды осылай бір жерге қойып қоямыз да, яғни бұлар суын бөлуі керек. Бұған енді бізде қосамыз, араластырып алдым қолыммен, жақсылап. Өздерінің сөлін бөле бастайды, тұрып. Мен бұған енді паприка қостым. Бір кішкентай қасықты толтырмай паприка және жарты қасықтай тұз қостым. Бәрін қосып, қолымызбен араластырдым. Қасықпен араластырсаңыздар да болады. Мен өз қолыммен араластырып алдым. Яғни бұлар осылай сөлін бөледі. Сәбізді өткіштен өткіздім. Сөйттім де жуа қосып, сұйық майға сковородка қуыра бастадым. Қуырып аламыз. Осылай бірінші жуаны қуырдым.
жуаны қуырғаннан кейін шамалы сәл қуырыла бастағанда оның үстіне сәбізді салдым. Екеуін осылай қуыра бастаймыз. Тұз салмадым, қалауларыңыз бойынша тұз салсаңыздар да болады, мен салмадым. Осылай қуырып алдым сәбізімді. Жаңағы салатымыздың бетіне енді осы сәбізімізді саламыз. Қуырып алған сұйық майға қуырып алған сәбізімізді салып, қандай күшті қып-қызыл салат болып шықты. Осылай барлығын араластыра бастаймыз. Мінекей біздің капустаны, қияр, помидор қосылған салатымыз өз сөлін бөліп тұрды, суын, яғни соған мінекей сәбізімізді қостық. Бұған енді бізде азғантай соус қостым, яғни 2 қасық, кішкентай қасықпен, шай қасықпен 2 қасық соевый соус қостым. Сосын уксус қосуға болады. Мен қатты көп уксусты көп қоспадым, кішкентай аз ғана қостым. Қатты, яғни уксустың дәмі шығып кетпесін деп. Бірақ енді ондай шықпайды, сонда да балалар жемей қояр деп азғантай ғана қостым. Әрі салатымды азғантай, шағын ғана 2 тәрелкеге ғана жасадым кешкі асқа. Сосын бір чесноктың бір штук қана кішкентай бір басын алдым да осы үккіштен өткіздім. Кішкентай үккіштен өткізуге де болады. Мен енді осы үккіштен қолымдағы бар үккішімен өткізіп жатырмын. Осы бір штук немізді, чесногымызды, яғни сарымсақты үккіштен өткізіп аламыз асықпай. Және бұны да қосып араластырамыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, прям қып-қызыл күшті салат болып шықты. Тамаққа жақсы, қою тағамдарға, кешкі ауызашарға, тамақтың қасына берсеңіздер болады. Қалауларыңызша көкөніс себесіздер, мен паприка мен укропты қосып септім. Мінекей біреуіне сепкен жоқпын. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып, қоңыраушаны басып жіберіңіздер.